есіңді жинадың ба? Аға, кете бер деген жоқсың ба? Сонда мен сен жайдан жай жібере салады деп ойлайсың ба? Есіңде болсын. Карточный долг – это святое. Қарызыңды қайтаратын едік қой, аға. Қалай? Ертең киноға түсейін деп отырмын, главный роль. Гонорардан беретін едім. Сені не? Білмейді дейсің бе? Сен жайдан жай бездарный актерсің. Сен тек өліктерді ойнайсың. Сол главный өлікті ойнайын деп отырмын ғой. Короче, мен саған бір история айтып берейін. Баяғы заманда Рахат пен Мұхтар деген екі дос болыпты. Олар жақсы өмір сүру үшін сен сияқты тез байығысы келді. Бір күні олар банктен 30 кило алтын ұрлады. Рахат алтынмен бөліскісі келмей, өзінің ең жақын досы Мұхтарды лақтырып кетті. Рахатты қаладан қашып бара жатқан жерінен жолда ұстап алды. Бірақ көліктің ішінен алтын тапқан жоқ. Рахат алтынды бір жерге тығып кетіпті. Сөйтіп оны 30 жылға түрмеге қамады. Жанұясы басқа жаққа қашуға мәжбүр болды. Олардың осы күнге дейін ешкім қайда екенін білмейді. Мұхтардың үміті енді үзілейін дегенде Рахаттың түрмеден шығайын деп жатқанын естиді. Сөйтіп Мұхтарда көптен күткен алтынын қайтаруға надежда пайда болады. Аға, дерзкий сценарий екен, базар жоқ. Бірақ мен надежданы ойнай алмаймын ғой. Көрініп тұр ғой, еркек екен. Жақсы грим жасап тасаңдар, аға. Дерзкий ойнап беруге болады. Шамалы грим келсе, надежда болып тұрмын ғой, таптаса мен. Актер, сенің бар жұмысың Рахаттың әкесінің сарғай